Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы. Таңғы сағат 6. Сиырлардың барлығын емізіп жатырмыз. Анам ауылда жоқ еді. Бұзаулар анамның ауылда жоқтығын пайдаланып тойып жатыр. Негізі анам ауылда жүргенде, сауған кезде бұлар диетада, жаңағыдай не дейді, правильный питаниеде жүрген бұзаулар ғой. Қазір режимдері бұзылып еміп жатыр. Тек қана Боря деген алдындағы видеода көрсеттім ғой, осы Боря деген қашарды өзім сауып алдым. Енді оны анама саудырмай жүрмін. Енді мен барда, мен жоқта емізіп алады екен бұзауын. Бұл енді әлі орнықпаған қашар ғой, 2 жасар. Сондықтан да анама өте қауіпті. Әрине оңай емес екен. Сауған деген енді өте оңай емес. Қолмен сау оның. Енді үлкен аналарымыз, апаларымыз, әжелеріміз мықты екен бұрында. Себебі мен өзімнің басымнан көрдім енді сауып. Сондықтан да оңай емес. Кейбіреулер айтып жатады енді, аппаратпен неге саумайсыңдар деп. Аппаратпен бұлар үйренбеген. Біріншіден оны әу бастан-ақ негізі үйрету керек аппаратқа. Біріншіден бұл. Екіншіден бұл сиырлар сүтті бақтағы сиырлар емес. Бұлар ондай 10 литр, 15 литр беретін сиырлар емес. Менің өзімнің ойым енді аппаратпен сау үшін кем дегенде 10 литр беретін сүт беретін сиырларды аппаратпен сауған дұрыс шығар. Себебі мыналар максимум бұлар 8 литр береді сезонында. А бұлай қазір 7 литр, 5 литр мен 7 литр аралығында беріп жатыр сүтті. Міне күз келе жатыр, одан сайын азайта береді бұлар. Және де ауа райына да байланысты бұлардың сүт беруі. Ауа райы қатты ыстық болса, бұлар азайтып тастайды. Мысалы 5 литр болады, одан да аздау болып қалуы мүмкін. Себебі ыстықта бұлар жайылмайды. Біріншіден көлеңкелеп тұрады. Енді кеш батып, енді жайлам деп шыққан кезде біздер бұны айдап әкелеміз үйге. Себебі бұзау күтіп тұрады, сау керек, емізу керек деген сияқты. Сондықтан да күн ысыда бұлар аз береді сүтті. Ал күн салқындаған кезде сүтті молайтады. Солай. Жалпы негізі біздің осы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданында сүт қабылдайтын жер жоқ. Мен естіген жоқпын. Осы Ақтөбенің өңірінде, ауылдарында бір сүт қабылдайтын жер, мүмкін облыстарда, аудандарда, әрбір аудандарда сүт қабылдайтын жер мен естімеппін. Бар болса айтыңыздаршы, комментарийға жазыңыздар. Себебі неге оны мен айтып жатырмын? Сүт қабылдайтын болса, біздер осыны сауған бойда, көлікпен, мысалға бізде қазір Ембі, Қандыағашқа қараймыз қазір. Мысалы Мұғалжар ауданында Ембі қаласы, Қандыағаш қаласы деген бар. Бізден 1 сағат бұрын, 1 сағаттық жерде, кейбіреу 1,5 сағаттық жерде, жаз мезгілінде біздер сауып мысалға қабылдайтын болса, апарып тастар едік та. Өкінішке орай сүт қабылдайтын жер жоқ. Әрбір ауыл бір кішігірім өндіріс орындары. Себебі мысалға біздер аналарымыз сауады, одан сепаратордан өткізеді, одан өнімдер жасайды, май шайқайды, құрт жасайды, ірімшік жасайды, айран жасайды. Бір кішігірім өндіріс бәрінде. Ал егер жаңағыдай қабылдайтын болса, сүт бір жеңілдереді да. Сауасын, көлігімен апарып тастайсың. Свежий сүтті. Ешқандай проблема емес, сепаратордан өткізіп, біз де қиналмаймыз. Ары қарай өздері шаруаларын жасай береді, мысалы өндіріс орындары. Ал енді қазіргі осындай, мысалға мен естідім, Талдықорғанда бар екен ауылдарында сөйтіп алып кетеді екен. Енді олар бір жүйеге қойылған сияқты. Ал біздің Ақтөбе облысында мен естімедім. Егер мен білмесем, айтыңыздар, комментарийға жазыңыздар. Басқа да облыстардың егер сүт қабылдаса, комментарийға жазыңыздар. Қандай облыстарда сүт қабылдайды, қандай аудандарда, қандай ауылдарда деген сияқты. Маған өте қызықта сол нәрсе. Және де мотивация болар еді да біздің ауылдарға, апа қарындастарымызға, аға бауырларымызға сүтті
бәрі сауға көшеді да негізі. Солай. Енді көп нәрсе жолға қойылу керек негізі. Осылай, мына қара қасқа бұзау болды, қарала бұзау. Қателеспесем. Бұлар енді анамыздың ауылда жоқтығын пайдаланып, сәл күйлері де бір жақсарып қалатын сияқты. Режим бұзылса, бұлар негізі істеп кетеді жаңағыдай. Жағдайлар дұрыс болмай кетеді. Режим әр жануарларға да жақсы екен ғой режим. Режим бұзсаңыз басқаша болып кетеді, іші өтеді деген сияқты. Күндегі тамақтан артық тамақтанып қояды деген сияқты. Ол адамдарда бар ғой. Сондықтан да бұларда да бар екен сондай нәрсе. Солай. Және де мына жерде бас жіптері көнерген мынау деген. Әбден мына күн жеген ғой мына нәрселердің барлығын. Мынаны міндетті түрде ауыстырып тастау керек. Сиырларда да солай. Сиырларда да күн жеп қойса, ол өте қауіпті. Бір-бірлерін сүзуі мүмкін. Мысалы, мына жерлерде мына бас жіп көнерген. Оны ауыстыру керек, есіп жаңадан. Себебі бұл үзіп жіберсе, бұларда аяушылық сезім жоқ. Бір-бірін сүзіп, жарып, қиратып сөйтеді. Солай, құрметті достар. Енді мал шаруашылығы енді қиыншылығы да бар, пайдасыз да бар, оңай да бар деген сияқты. Әрине оңай емес. Негізінде айта кететін нәрсе, күніге бір ертеңгісін кешке 8 литр беретін сиыр болса, мысалға біздерде солай 8 литр береді күніге ертеңгісін кешке. Мысалға таңертеңгісін 3 литр, 2 литр берсе, кешке 6 литр, 7 литр береді. Шамамен бір орташа есеппен 8 литр береді. Оны 500 теңге дейін есептегенде, мысалға 8 литр 4000 теңге пайда түсіріп отырады. Негізінде бұл ойланатын нәрсе. 10 сиыр ұстасаңыз, мысалға, сондай 10 сиыр 4000-на есептегенде 40 000, айына 40 000 пайда түсіресіз. Сүттей сатқанның өзінде. Майлай, құрттай сатсаңыз да солай пайда түсіресіз. Одан да көп түсіруіңіз мүмкін. Сондықтан да айына бір шамамен 10 сиыр ұстасаңыз миллиондай түсіріп отырасыз ғой негізі. Біле адамға. Мен сіздерге сүтті бақтағы сиырды айтып тұрған жоқпын. Мен сіздерге қарапайым орташа сүт беретін сиырлар 10 сиыр ұстасаңыз миллион теңге пайда түсіруге болады. Сезонда, бұл сезонный жұмыс, жыл 12 ай емес, сезон. Мысалы 5-6 ай сіз миллион тауып тастай аласыз 10 сиыр саусаңыз. Егер жақсы 10 сиыр болса, 4 жасар, 5 жасар сиырлар, сақа сиырлар болса, миллионды ойланбай табуға. Мен оны өзімнің практикамнан көргенімнен, анамнан көргенімнен барлығын есепке алып жүрмін. Міндетті түрде айналысатын шаруа бұл негізі. Көбісі негізі ұялады осындай нәрсеге. Біреу ер адамдар сиыр сауғысы келмейді, жүреміз ба деген сияқты. Онда тұрған ештеңе жоқ. Мен ойым, алдында да видеоларда айттым. Қазір жаугершілік заман емес. Қазір ер адамдарда аспазшы болып жатыр. Ер адамдарда басқа нәрселер жұмыс істеп жатыр. Сондықтан да біріншіден бұл производство, өндіріс бол деген кішігірім. Сатасыз туған-туыстарға, көрші-көлемдерге. Бұл негізі бір кішігірім зауыт сияқтысы ғой, сіз сүт өнімдерін шығарасыз. Егер таза, барлығы санитарлық талаптарға сай болса, неге айналыспасқа бұндай нәрсемен. Ал енді мен мыналарды байлайын, бұзауларды. Мыналарды қазір май жағамыз, себебі желіндер жарылып кетеді мынау деген. Мысалға осылай емізіп жіберіп қойсаңыз, жарылып кешке ол басқаша бір мінез танытуы мүмкін. Сондықтан да бұларға май жағамыз, вазелин деген бар, тағы да бір нәрселер бар. Кейде анамыз қаймақта жағады осыған жарылмас үшін, себебі бұлар жарылып кетеді.
желге, осындай күнге деген сияқты. Сосын ол тілініп сауғызбай енді әлек боласыз. Сондықтан да осындай енді шаруалар, мал шаруашылығы егер айналсам деушілеріңіз болса, осындай бір қиыншылықтар бар. Сәл ғана қиыншылық, ондай қатты қиыншылық емес. Ерінбеу керек. Егер де осындай көрермендер болса, мал шаруашылығымен айналысқан жеңілдік берсін, мойымаңыздар, тек алға. Сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы, міндетті түрде менің арнамда видеолар бар. Қараңыздар, парақтаңыздар, рестайт етіңіздер. Комментарияға өздеріңіздің реакцияларыңызды, ойларыңызды білдіріңіздер. Мен міндетті түрде оқимын, жауап беремін сіздерге барымша. Келесі кездескенше сау болыңыздар.